Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге қорқынышты қалай жеңеміз, яғни осы клубника в шоколаде саласын көпшілігіңіз бастағыларыңыз келіп жүр. Бірақ іште андай сұрақ болады, осыны жасай алам ба, жүргізе алам ба, яғни конкурент өте көп, сата алам ба, клиент бола ма деген сияқты. Барлықтарыңыздың іштеріңізде осындай сұрақ бар деп ойлаймын. Сол сұрақты сейілту үшін мен сіздерге сіздің қала болсын, ауыл болсын, сол жерде бұл сала өтімді ма, соның тексеру бір жолын үйрететін боламын. Ол үшін OLX приложениясын соткаларыңызға жазып алыңыздар. Кейін Инстаграмнан осы клубника в шоколаде саласында айналысып жүрген қыздардың суреттерін жақсылап скриндап алып, оны изменить етіп, кесіп тастап, яғни логотипі жазылып тұрған жерін көрсетпей алып тастаңыздар. И солай арнайы бір 5-6 сурет дайындап алыңыздар. Өзіңіз жасай аламау деген әдемі суреттерді таңдап, қырқып алып дайындап қойыңыздар. Кейін жаңағы OLX приложениясын жазып алдыңыздар ғой. Сол жерге енді жарнама саласыздар, қыздар. Жарнамада название деп тұрған жерге сіз клубника в шоколаде, съедобный букет, сладкий букет, цветы сөйтіп жазып қойсаңыз, адамдар поискқа не деп жазады, сол жердегі аты бойынша сіздің жарнамаңыз клиентке шығатын болады. Сосын осы суреттерді саласыз, бағанағы дайындап алған, и келесі жерге категорияны таңдайсыз, подарки деген, и дальше текст жазасыз кішігірім, принимаем заказы на клубничные букеты с натуральным шоколадом, колебаут, работаем с 10 до 12, доставка по городу, бірдеңке, сөйтіп басқа OLX-тағы басқа адамдардың рекламаларын қарап көріңіздер, солардың текстін копировать етіп, под себя өзгертіп жазсаңыздар болады, яғни нөмірін сөйтіп өзгертіп өздеріңізге ыңғайлап жазып қойыңыздар. Сосын сурет салдыңыздар, тақырыбын жазыңыздар, текстін жазыңыздар, астына енді объявление салып тұрған адамның атын жазу керек болады. Сол жерге менеджер деп салыңыздар. И дальше телефон нөмірлеріңізді жазасыздар, почтаны жазасыздар и опубликовать дейсіздер, яғни рекламаны жібересіздер, OLX-қа саласыздар. Дәл осылай хотя бы 2-3 жарнама салыңыздаршы, тегін жарнама, алғашыда OLX-та 5-6 жарнама тегін салынады. Сол 2-3 жарнама салып көріңіздер. Сосын 2-3 күнде сіздерге уже адамдар хабарласа бастайды. Егер бір 2-3 адам уже сізден сұрап, қаншадан, қалай заказ беруге болады, вообще сізге хабарласып тұрса, клубника в шоколаде бойынша, болды қыздар, смело қорықпай бастауларыңыз керек. Тағы да ұзақ ойланып жүрудің еш керегі жоқ. Негізі бұл тестсіз де бұл сала өтетініне мен 100% сенімдімін. Өйткені мен қыздарым ішінде ауылда да, небір ауылда айналысып жүрген қыздар бар, бизнестерін жақсы жүргізіп жүр, заказдары да болып жатыр, клиенттері де болып жатыр, бәрі доволен, өздері де жақсы табыс тауып жатыр. Сондықтан да бұл саладан еш қорықпай бастауларыңызға мен сіздерге яғни прям настаивать етсем бағыт-бағдар беремін. Егер де үйренемін осы саланы тереңірек ары қарай бизнес қып жеттік білуге, меңгергім келеді деген ниеттеріңіз болса, мен әрдайым сіздерге үйретуге дайынмын, қыздар. Менің Инстаграм парақшам Бағжан Дастанқызы, және де WhatsApp нөмірім 8747 160 81 79 нөміріне жекеме шығып, курс жайында ақпарат білгім келеді десеңіздер, мен сіздерге курс жайында программасын, бағасын жіберетін боламын. Егер үйренемін, мен де бай болам, мен де табысты келіншек болам деген ниетіңіз болса, мен сіздерге үйретуге дайынмын. Менің бүгінгі кеңесім сіздерге пайдасы тиеді деген ойдамын. Жасап көріңіздер, барлықтарыңызға сәттілік, сау саламатта болыңыздар.